Сәлем достар, бүгін өздеріңізбен гитараның түрлері туралы танысатын боламыз. Жалпы кең қолданыстағы гитараның түрлері 5 деп айтуға болады. Классикалық гитара, акустикалық гитара, бас гитара, электр гитара және фламенко гитара деп. Негізі одан да басқа гитаралардың түрлері көп. Онымен тағы да жалғас таныса жатамыз. Ал мына көріп тұрғандарыңыз жаңа айтып өткен классикалық гитара. Бұл классикалық гитараның негізі қолданысы үлкен шығармаларды, музыкалық шығармаларды музыкалық деңгейде ойнауға өте кең қолданыстағы гитара. Бұл классикалық гитараның шектері нилон шектерден болады. Себебі үлкен шығармаларды ойнауға нилон шектердің дыбысы жағымды, өте әдемі, кең естіледі. Және қолдардың жүруіне өте ыңғайлы болады. Кедергі болмайды. Сондықтан бұл классикалық гитараның маңыздылығы негізі ән айтуға да болады классик гитарамен. Негізінде жалпы қолданылатын түрі үлкен музыкалық шығармаларды ойнау классик гитарамен. Енді мына көріп тұрғандарыңыз акустикалық гитара, ағылшын тілінде фолк гитара деп айтады. Бұл гитара негізінде ән айтуға арналған гитара. Өйткені бұның дыбысы шектерінің барлығы темірден. Ән айтуға өте ашық, аккордтары өте ашық, әдемі естілетін болғандықтан көбінесе ән айтуға қолданылатын гитара. Келесі бұл гитара электр гитара деп аталады. Бұл негізінде тоққа қосу арқылы ғана дыбыс шығады. Абылай жай тартсаңыздар, бұл ешқандай дыбыс болмайды. Бұл негізінде группаларда соло, сосын сүйемелдеуге өте қолайлы гитара. Электр гитара деп аталады. Бұл гитара бас гитара деп аталады. Негізгі ойналатын жерлер группаларда, симфонический оркестрлерде бас дыбысын беріп тұрады. Төрт шектен тұрады, тоққа қосу арқылы ойналады. Бұл көріп тұрғандарыңыз фламенко гитара деп аталады. Негізінде фламенко гитарасы испандықтар фламенко жанрында ойнайды, сол стильде көбірек қолданылады. Бұл да негізі классикалық гитараға ұқсап қалады, бірақ дыбыстары қатты, жасалған материалына байланысты дыбыстары ашық қатты шығады. Енді гитараны нөлден бастап үйренушілерге осы акустикалық гитара дұрыс болады, себебі бірінші гитараны үйренгеніңізде аккордтармен танысады, және қолдарды жаттықтыру үшін осы акустикалық гитаралармен дайындалған өте дұрыс болады. Бәрекелді достар, келесі шығарылымда гитараға байланысты қандай сабақ жүргізуге болады? Сіздер оған комментария жазыңыздар. Сол комментарияларыңызға байланысты біз тағы да видео сабақ шығаратын боламыз. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.